Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді, нәзік болып шығатын Рафаэлло атты пирожныйын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда өте қызықты видеолар болады. Пирожныйдың өзіне келетін болсақ, өте жұмсақ әрі нәзік болып шығатын, өте дәмді, ауызда еритін ерекше дәмімен есіңізде қалатынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысқа бөлме температурасындағы 4 жұмыртқаны жарып, шым тұз және қант қосып миксерлейтін боламыз. Барлық ингредиенттерді описанияға жазып қалдыратын боламын. Егер сізде қол миксер болатын болса, шамамен 7-8 минуттай миксерлеу қажет. Біздің масса 2 есе көтеріліп, жұмыртқамыз ағару керек. Сол кезде бисквит пышный, жұмсақ болып шығады, түсіп кетпейді. Ендігі кезекке массамызға ұн және разрыхитель қосатын боламыз. Мен ұнды алдын ала себеттен өткізіп, оған разрыхитель қосып, бір араластырып жібергеннен кейін жұмыртқалы массамызға 3 бөліп қостым. Міндетті түрде ұн менен жұмыртқаны лопатаның көмегімен араластыру керек, астынан жоғарыға қарай. Ұн менен жұмыртқа әбден біріккеннен кейін басқа ыдысқа күнбағыс майына ыстық қайнап тұрған суымызды қосып, жақсылап араластырып, алдыңғы массамызға қосамыз. Бірден лопатаның көмегімен араластырып біріктіру керек. Енді бисквиттің қамыры дайын. Бисквитті пісіретін формамның көлемі 30-40. Сіз духовкаңызға қарай температурасын туралап қоя берсеңіздер болады, шамамен 150-ден 180-ге дейін. Мен смек пешін пайдаланып болғандықтан 150 градусқа қоямын. Және тестаны жайғастырып жатқан кезде барлық шетіне бірдей қып жағу керек. Егер бір шеті жұқа, бір шеті қалың болса, дәл солай пісетін болады. Сол үшін міндетті түрде барлық шетіне тигізіп жеткізу керек. Және бұл тестаның бір айырмашылығы, ортасы кішкене бигірек болады. Сол үшін ортасын қалың қылып жібермеңіздер. Тестаны жайғастырып болғаннан кейін форманы 1-2 рет жерге ұрып, ауасын шығарып, қызып тұрған духовкаға сала береміз. Шамамен осындай болып сарғыштанып пісу керек. Таза піскеніне көз жеткізу үшін зубочистканы тығып көретін боламыз. Зубочистка құрғақ болып шығу керек. Енді бисквитіміз суығанша пропиткамен крем дайындайтын боламыз. Пропитканы қалауыңызша жасасаңыздар болады, сүтке қант қосып, оған кокосовая стружка қоссаңыздар болады, немесе мен секілді сгущенкаға су қосып, кокосовая стружка қоссаңыздар болады. Енді пропитканы ары алып, енді крем дайындайтын боламыз. Менде ыдыстағы творожный сыр, оған қант қосып, миксерлейтін боламыз. Қалауларыңызға қарай сахарный пудра да қосуға болады, немесе мен секілді қантты да пайдалана берсеңіздер болады. Тек кішкене ұзағырақ миксерлеу керек болады, қанты ерігенше. Арасында түбінде жанында қалып кетпес үшін лопатамен де араластырып отыру керек. Ары қарай сливки құйып, кремі толықтай қоюланғанша 1 минуттың көлемінде миксерлейміз. Қоюланғаннан кейін оған кокосовая стружка қосып, лопатаның көмегімен араластырамыз және кремді бір шетке алып қоямыз. Бисквит толықтай суды, енді бұны басқа пергамент қағазға немесе силиконды коврикке аудару керек. Ол үшін бірінші ыдыстан босатып, шеттерін кесіп аламыз, кейін басқа пергамент қағазына аударатын боламыз. Бұл жерде мен аударып, бетіндегі силиконды коврикті алып тастап, ортасынан бөліп қойдым 2-ге. Енді бисквиттің шеттерін барлығын кесіп, туралап, пропиткамызды жағатын боламыз.
Кремнің 3/2 бөлігін бисквиттердің ортасына жағатын боламыз. Міндетті түрде шпатель пайдалану керек. Барлық шетіне бірдей жеткізіп жағу керек. Екінші бисквиттің үстіне де дәл солай пропиткамызды жағып, кремді жұқалап, шетіне, төбесіне, барлық шетіне жеткізіп жағып шығамыз. Кремді жағып болғаннан кейін шет-шетін тазалап, бетіне пищевая пленка жауып, тоңазытқышқа кемі 3 сағатқа жіберу керек. Тортымыз пропиткада әбден тұрды. Енді бұның бетіне кокосовая стружканы сеуіп, порция етіп қалағаныңызша бөлуге болады. Осы тұрсынан 4 бұрышты етіп 15 пирожный шығаруға болады. Қандай қонақ келсе де дастарханға ұялмай қоюға болатын өте нәзік әрі дәмді пирожныйдың түрі. Бетін қалағаныңызша әсемдеп сәндесеңіздер болады. Рафаэлло кәмпитінің өзін қойсаңыз да, құлпынай қойсаңыз да, малина, неше түрлі жеміс-жидектер, шоколадтар қойсаңыз да жараса береді. Бұл пирожныйды тек үйге дастарханға ғана емес, кофейняларға да пирожный етіп өткізсеңіздер де болады. Бір жасап жеп көргеннен кейін тағы да жасағыңыз келіп тұратын пирожныйлардың түрі. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, қолдап қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.